жалпы ұғым деген, идея деген ол үлкен ұғым. Ғылымда, философияда оның мәні өте жоғары. Идея дегеніміз жай ғана нәрсе емес. Ол ғылымның, өмірдің, қоғамның алға жылдырғанда болатын проблемалар, қайшылықтарды соны қалай шешуді көрсету. Евразия жөнінде талай философтар, ғалымдар айтқан ойлар бар. Бірақ Нұрсұлтан Әбішұлының Евразия идеясы менің ойымша ол ерекше. Бұл ғылыми идея. Бұның өзінің туу мәні мынада. Совет үкіметі құлағаннан кейін жаңа тәуелсіз мемлекеттер құрылды. Бұл тарихтағы үлкен прогресс. Әрбір мемлекет өзінің суверенитетін, өзінің мемлекетін, өзінің жерін, суын барлығын анықтап бастаған. Бірақ Совет үкіметінің экономикасы біртұтас экономика, тіпті саяси экономика. Енді біз өзіміз әрқайсымыз жеке шығып кеткеннен кейін жаңағы экономикалық байланыстар үзіле бастады. Соған байланысты заводтар, фабрикалар, барлық нәрселер бірмен-бір тұрды. Себебі бұрын мынау адамның қолы, аяғы, көзі барлығы біртұтас қой. Сол сияқты экономика солай болады. Осы уақытта қайтеміз, не болады деген кезде Евроэмгудегі өзінің лекциясында Нұрсұлтан Әбішұлы Евразиялық экономикалық байланыс деген, интеграция деген идеясын айтты. Бұл идеяның негізі мынада. Тәуелсіздікті бекітейік. Мәңгілік тәуелсіз мемлекеттер болайық. Бірақ тәуелсіз бола тұра экономикалық байланысымызды үзбейік. Әр ел өз бетімен өмір сүрмейді бұл заманда. Ол елдердің барлығы бірмен-бір байланысу керек. Бірмен-бірі товар алмасу болу керек. Бірмен-бірі толып жатқан нәрселердің алмасу керек. Егер олай болатын болса, басқа елдер бізді тосып отырған жоқ. Одан біз өзіміздің нишамызды, өзіміздің орнымызды табармыз. Бірақ оған көп уақыт керек, солай жұмыс істеуіміз керек. Бірақ бұрыннан келе жатқан экономикалық байланысымызды тарс үзіп тастамайық. Бұл біздің экономикалық жылжуымызға, нарыққа жылжуымызға, біздің өсіп өнуімізге, халықтың тұрмысына бұл нашар әсер етеді. Бірақ бұл идеяны жұрттың бәрі қабылдай қойған жоқ. Кейбіреулер сескенді. Россия, осы Евразия деген оймен қайтадан баяғы қалпынша бізді қосып алмаймыз. Бірақ Қазақстан, Россия, Евразия біз осы жолмен кеттік. Евразиялық экономикалық байланысты. Ал енді содан қазір 20 жыл болды. Егерде сол уақытта тек осы идея жақсы болады деген болжам болса, ғылыми болжам. Ал енді бүгін болатын болса, 20 жылдың ішінде осы идея іске асты. Іске асқанда бұл не берді бізге? Содан кейін бұның іске асу жолы қалай, қандай қиындықтардан өттік деген осы мәселенің барлығын Нұрсұлтан Әбішұлының бәрін айтпайды. Лекциясында айтпайды. Мисал күнде, бұлай анық қарасаңыз, есептеп барлығын өлшеп, біздің Қазақстан қазір жылдан өсіп келе жатқан республиканың бірі, мемлекеттің бірі.
Сол сияқты Россияда жаман емес, Белоруссияда. Осы біздің жылдам өсуімізге экономика жаман. Осы байланысымыз жақсы болды. Әрине біздің басқа елдермен байланысымызда жасай бастадық, жасадық, бар байланысымыз. Оны да бекіту керек. Бірақ сонда қазір біздің Россиямен байланысымыз, тем более біздің көршіміз ғой, Құдай берген көрші. 7551 мұдан осындай шекарамыз бар. Бұл елде біздің қазір экономикалық байланыстың қаржысы 24 миллиард қаржы. 24 миллиард. Бұл жаман көрсеткіш емес. Соныменен біздің Россияда көрші облыстар, біздің облыстармен үлкен экономикалық байланыстар жасап жатыр. Бұл алысқа теңізбен өзімен баратын емес, мысалы тек қана машинамен бара салатын көршілер ғой. Ол жағынан да мысалы бізге бұл пайда әкелді. Екінші, Нұрсұлтан Әбіш анық айтты осы жолы. Мысалы күнде кейбіреулер ойлайды, осы күнде өлімді қайта Совет үкіметін сияқты қылса қайтер еді дегендей. Баяғы Совет үкіметінде көксейтіндер бар ғой. Сонда Нұрекең айтты. Бұрынғыдай бір мемлекеттің ішінде болу, ол тарихтан өтіп кеткен нәрсе. Ол енді бұрын, ол әлгі қалған нәрсе. Енді жаңадан мемлекеттер құрылды. Жаңа мемлекеттердің экономикасы өздерінің сай бәрі бар. Сондықтан да егерде біз дұрыс көрші ел болғымыз келсе, экономикалық байланысымызды күшейткіміз келсе, біз еш қайсының тәуелсіздігінен сескендірмеуіміз керек. Еш қайсыға біреуміз көзімізді алартпауымыз керек. Бұл абсолютный нәрсе деп. Сондықтан да соны айта келе олса көрсетті. Мысалы күнде осы Евразиялық май айында бізде экономикалық одақ деген Алматыда, осы Астанада сол одаққа қол қойып. Осыған оңай жылжығанымыз жоқ, асықтамыз жоқ. Осы айтып отыр, жалпы осының бәрінде асығып керек жоқ. Бізге революционный жол керек жоқ. Біз эволюционный ақырын жолмен жүруіміз керек. Мысалы біз экономикалық байланыс дедік, экономикалық кеңістік дедік, Евразес дедік. Одан кейін таможный одақ дедік. Енді мысалы экономикалық одаққа келейік деп отырмыз. Бұның бәріне келу оңай болған жоқ. Ар қайсысына өткенде осының пайдасы бар екенін дәлелдеп, есептеп, көріп, содан кейін ары қарай жылжық. Нұрсұлтан Әбіш былай дейді. Кейбір асықтыратын бардар бар, асығайық дейді. Жүруіміз керек, бірақ асықпауымыз керек. Бізге артық еш уақытта бармауымыз керек. Бізге осы экономикалық одақ осы біз үшін жетіп тұр. Бұл бір мәселе. Екінші, ол кісі айтты, мынау қазір әлемде глобализация жүріп жатыр. Бұл глобализация уақытында әр ел өз бетімен орнын ала алмайды. Тем более біз сияқты кішкентай елдер. Сондықтан да содан өзінің орнын алу үшін экономикалық жаңағыдай одақтар керек. Ол мысалында Американ регионында бар. Ол Тихоокеан регионында бар. Ол Персидский заливте бар. Ол мысалында басқа елдерде бар. Олай болатын болса, 300-ге жақын одақ екен. Сондықтан да біз өзіміздің одағымызды бекітіп, біздің одағымыз басқа одақтардан экономика жағынан, егер бұған Индия қосылса, басқа біздің көршілеріміз қосылатын болса, бұл экономика жағынан өте қуатты үлкен болып,
мынау конкуренция дейді ғой. Өзімізді орын алуға бізге көмектесу керек. Содан кейін бұл кісінің жаңа бір ой айтқаны тағы былай. Жалпы осы Евразияның ортасы Қазақстан, Россия. Осы Евразиялық одақ дегеннің өзі мынау Азия, Албазия, Европа. Осыларды бір-бірімен байланыстыратын дәнекер болу керек. Ол дәнекер болған уақытта тек қана бірінің тауарын біріне апаратын емес, өзінің үлесі қосатын, өзінің орны бар, өзінің үлесі бар. Сонда экономиканың жылжуы оған әрі қарай жылжиды деп айтады. Сонымен бірге осы мынау стратегиялық мәселе. Оны бұрын айтылмаған нәрсе, қазір мысалында осы 20 жылға негізделе отырып, сонда экономиканың қозғалысын әсіресе біздің алдымызға қойып отырған мақсат. Мысалы осы Евразия идеясын ол кісі бірінші жолы айтқанда да абстракт айтқан жоқ. Бір нәрсені шешу негізінде айтты. Қазір енді алдында стратегиялық қалай жылжу болады дегенде, ол да тек Евразия болайық деген емес. Ол мысалында Қазақстан 30 алдыңғы қатарлы елдер қатарына кіргіміз келеді. 30 алдыңғы қатарлы елдердің қатарына кіру деген ол оңай нәрсе емес. Ол тек айтып қиял ойлай салуға болады. Ал енді ғылыми идея болатын болса, оның механизмінің барлығы белгілену керек. Идея өз бетімен жүрмейді. Оның жақсылап тұрып механизм бәрін жұмыс еткізіп қойсаң ғана идея іске асады. Сондықтан да ол кісі айтып отыр. Осы Евразияның экономикалық байланыс дегеннің өзі, соның экономикалық, технический жағын шешуге көмектесу керек. Мысалы, біз инновационды технический жағына қатты көңіл бөлуіміз керек. Біз мысалы ғылымның өркендеуіне, үлкен мысалы ғылыми кластерлер жасауға, соған күштерімізді біріктіріп, соған көмектесу етуіміз керек. Мысалы, бұнда аграрный академия ашып, мысалы, біздің жер ресурсымыз өте бай ғой. Қолып жатқан біздің Қазақстанда жер бар, Ресейдің жер жетеді. Сол жердің үнемі, соның бізге беретін пайдасын арттыру үшін, соның ғылыми негізінде әлде болса әрі қарай соны жылжыту керек. Содан кейін мәдениет жағынан да, мәдениеттің өзі, мысалы қазір мәдениетті болу, адамның санасының өсу дегеннің өзі, бұл да экономиканың факторы болып отыр. Сондықтан да айтып сайып келгенде, бұл кісі бұрынғы идеясы, бұл кісінің іске асты. Қазір оның өрісі өте биік. Басқа оғада қызығушы елдер бар. Әсіресе біз қазір жүрген жолымызбен осы идеяның іске асқан, соның дұрыс екен, енді оны тек қана сол идея емес қазір мынақсының кешегі лекциясында. Енді алға жылжу, ол идеяны алға алып бару. Алға қалай алып барады? Алға алып бару үшін, ол идеяны 30 алдыға кеткен елдердің идеяның қатарда қосылу үшін бір фактор. Сол үшін бір керек мәселе деп айтып отырмыз. Сол үшін мысалы барлық нәрсенің барлығын соған жұмсау керек. Бұл соның механизмі. Бір адам айтқан. Мынау идея дегенің өз бетімен жылжымайды. Оны іске асыратын. Оның механизмі болу керек. Ол адам. Сондықтан да осы Евразияның өзі адамның өсуіне де, оның техникалық, ғылыми, мәдени жағына да көмектесу керек.